Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен сүтті қыз тортын пісіретін боламыз. Оның әрлеуінің қыр-сырын барлығын үйретемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен сары май керек. Бөлме температурасында еріп тұрған болу қажет. Және де сары майдың бетіне бірденнен сгущенкамызды құямыз. Сгущенка менде три желания, осындай қою өте әдемі болады. Корждардан әдемі сүтті қыз тортының дәмінің шығу себебі осы сгущенкаға байланысты. Сондықтан жақсы сапалы сгущенка алыңыздар. Осы сгущенканың бетіне 2 жұмыртқамызды бірден жарып саламыз. Одан кейін барып миксердің жай жылдамдығынан бастап жылдамдықты қоса отырып жақсылап араластырамыз. Сары майды да өз мөлшерінде салған дұрыс, себебі егер де сары май көп болатын болса, корждар онша шықпайды. Шыққанымен де бір сүтті дәм шықпайтын болады. Осы сұйық массаға бірденнен ұн мен қопсытқышты иеліктен өткізіп саламыз. Жақсылап барлығын салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап барлық жылдамдығына қоса отырып, жақсылап бір келкі консистенция шыққанша араластырамыз. Ұнымыз әр жаққа шашырамас үшін осылай бірінші жай араластырып алдым. Одан кейін барып миксерді қостым. Көп араластырмайсыздар, барлығы бір келкі масса болғанға дейін араластырсаңыздар жетеді. Осындай крем сияқты әдемі масса пайда болады. Пергамент бумагаларын 22 сантиметр етіп алдын ала мен кесіп алдым. Менде 8 корж болады. Сіздер қалағандарыңызша істеңіздер. Негізі 7-8 коржға арналған масса. Әр коржға 2,5 қасықтан салып, 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 4-6 минут бойы пісіріп алдым. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан беті қызарғанша әдемі қылып пісіріп аласыздар. Піскен кезде корждардың түрі осындай болу керек. Менде барлық корждар пісіп шықты. Осындай сары, қоңырлау болады, әдемі түс шықты. Корждарды кішкене суығаннан кейін осылай пергаменттен шешіп аламыз. Оңай түседі пергаменттен. Қанша суып тұрса да корждарды бір-бірінің үстіне қоймаймыз. Өте жабысқақ болады бұл корждар. Енді кремін дайындаймыз. 33%-дық сливкиге қант ұнтағын салып, кішкене қоюланғанша жақсылап араластыру керек. Сливки кішкене қоюланғаннан кейін бірденнен творожный сырымызды және маскарпонені саламыз. Маскарпонені салған себебін тортқа ерекше бір дәм береді. Сондықтан салдым. Егер де маскарпоне болмаса, оның орнына тура сол граммда творожный сыр қосып жіберуге болады. Енді барлығы бірдей консистенция болу үшін осылай жақсылап миксердің бар жылдамдығын қосып араластырамыз.
қою өте әдемі өз-өзін ұстап тұра алатындай крем болады. Енді тортты жинаймын. Мен кальций және ацетатный рулон пайдаландым. Ацетатный рулонды пайдалану себебім тортты кальцийға жиналған кезде кальцийны торттан шешу қиынырақ, сол себепті сол оңай болу үшін осы рулонды пайдаландым. Бұл міндетті емес, өздеріңіздің қалауларыңызша еш нәрсеге салмай-ақ жинай беруге болады. Бірақ торттарыңыз егерде шет-шеті идеально шығу үшін осы кальцийға жинаған дұрыс. Кремдерді салдым, мен өлшеп алып салдым. Менде әр корждың ішіне 90 граммнан кетті. Қалғанын 300 граммдай сыртына қалдырып қойдым. Сіздер өздеріңіз өлшеп және корждардың арасына бөліңіздер. Сонда бір келкі әдемі көрінетін болады. Ең бетінде коржға да осылай жағып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қойдым. Жарты сағаттан кейін сыртын әрлейтін боламыз. Негізі сүтті қызақ тортының оригинал рецептінде сыртында вафельный крошкалар болады. Мен осыны жасадым. Маған өте қатты ұнайды осымен жасаған. Және де бізге ең алдымен 50 грамм сары май, және де 50 грамм қант ұнтағы, және де 50 грамм белок қажет. Жұмыртқаның ақ уызы үшеуін жақсылап араластырамыз. Үшеуін жақсылап араластырғаннан кейін бірденнен ұнымызды саламыз. Тек қана ұн саламыз. Қопсытқыш ештеңкенің қажеті жоқ. Осылай араластырып аламыз. Жақсылап миксердің көмегімен бір келкі болғанша ғана араластырамыз. Осындай екі пергамент бумагасына бөліп, осылай барлық шетіне жақсылап жағып, жұқалап қалың қылмаңыздар, онша емес болып қалады. Сондықтан осындай қалыңдықта пісіріп аламыз. 180 градуста бір 4-5 минутта осындай болып пісіп қалады. Қоңыр болса өте әдемі көрінеді. Мен бірденен ыстық күйінде осылай майдалап тастадым қолыммен. Тез суиды жұқа болғандықтан. Енді тортты әрлейтін боламын. Көріп отырғандарыңыздай кальций оңай шешілді. Сол үшін де ацетатный рулонды пайдаланған дұрыс. Қалған креммен шетін, бетін барлығын тегістеп шығамын. Вафельный крошкаларымызда тортты айналдыра отырып, жақсылап бір келке етіп сеуіп шығамыз бетіне. Және шетін барлығын қаптайтын боламыз. Мен бетін осылай құлпынаймен әсемдедім. Сіздер қалаған нәрсемен әсемдесеңіздер болады. Кремнен кішкене алып қалып бетіне узор, гүлдер салсаңыздар да болады.
малина, басқа да жидектермен әсемдеуге болады. Маған осы құлпынай қатты ұнайды, сондықтан осылай әсемдедім. Тортты кеспес бұрын мен 5-6 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойдым. Сонда сіңіп, кремі өте әдемі болып тұрады. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.